Баршаңызға сәлем. Бүгін біз блины пісіретін боламыз. Қазақша құймақ деп аталады. Өте оңай әрі тез піседі, жұмсақ болып. Ең алдымен ыдысымызға сүтті, суды құйып дайындап аламыз. Міндетті түрде сүт пен суымыз жылы болу керек. Мен мына жерде суды кішкене көбірек қостым. Сіздер сүт пен суды бірге бір етіп қоссаңыздар болады. Жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне қант, тұзды қосып араластырамыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнды аз-аздан қоса отырып, араластыратын боламыз. Мен миксермен араластырамын. Кімде миксер жоқ, қолмен араластыруға болады. Және қамырымыздың ішінде ұнның түйіршіктері болмау керек. Бәрі біркелкі етіп араласу керек. Одан кейін қамырымыз өте сұйық, өте қою болмау керек. Орташа құйылғанға ыңғайлы болу керек. Дайын қамырымыз. Енді қызып тұрған сковородканы ең біріншіден сұйық маймен жағып шығамыз. Отқа қойып, блинымызды, құймағымызды жақсылап араластырып, қызған сковородкаға біркелкі етіп құйып шығамыз. Пісіреміз. Асты сырғайғаннан кейін жыртып алмай келесі бетіне аударып пісіреміз. Піскен блинымызды тарелкаға саламыз. Осылай құймағымызды, блинымызды пісіріп аламыз. Піскен блиныға сіздер піскен фаршты немесе ірімшікті салып жеуге болады. Немесе варенье, сгущенкаға салып құр өзін жесеңіздер болады. Ұнап жатса лайк, подписка, қоңырау басуды ұмытпаңыздар. Достар, менің каналым әрі қарай дамысын десеңіздер, ұнап жатса подписка, комментарий, лайкты басуды ұмытпаңыздар. Блинымыз дайын, керемет болып шықты. Дәмді болып, міндетті түрде үйде жасаңыздар. Қолдарыңыздан келеді. Ас болсын.